В общем, алғашқы қайырбай. В общем, бүгін многословный болмай тұрмыз. Пикода самый Филиппит деген слово. Маған бүгін укол саламын дейді, соған қазір бұйырса аптекаға бара жатырмыз. Иә, укол саламыз. Если құйрығым көгеріп кетсе, телеграмға салам. Сөйтіп қатты жамандай. Мен қолым жеңіл ғой, қолым. Қол жеңіл деген қалай ол? кіру керек. Түсіме бүйтіп Жоқ, андай ғой, ауырмайды деген сияқты. Көреміз енді өзі айтады, ауырмайды. Телеграмға салам, так что дайындалып отырыңыздар, қызық болған деп тұрған сияқты. Көтім саған қалай болады? Өлтіреді, ол титок түсіреді. Şimdi мына жерге келдік Анталияда. Екінші рет келіп тұрмын мына жерге. Ну, прикольно. Красиво. Бақшайды ұтып кеттім жаңа ма. Туралы салған болатын, естеріңізде болса. Сонымен коллаген туралы айтқам. Представляете, кешегі ажиотажды өте көп адам WhatsApp-қа жазған. Коллагенді аламын деп. И WhatsApp-тандай функция бар ғой, если көп адам жазса, бір аз уақыттың ішінде блокироваться етіліп қалады. Сол номер блокироваться етіліп қалған. Сонымен көп адамдар коллаген ала алмай маған шығып жатыр. Зухра ханым, номеріңіз істемейді деп. Енді кім коллаген алмай қалды, үлгермей қалды, Биохаяттың коллагені осындай менің ішіп жүрген 4 упаковка алатын болсаңыздар, 2 нандай коллагеннің сывырткасы подарокке жүреді. Естеріңізде болса айтып кетейін, 30% скидкасымен. Кім алып үлгерген жоқ, кім курсын ішем дейді, 30% жеңілдігімен сіздер алып үлгере аласыздар. 12 айға бөліп төлеп алу да бар, барлығы бар. И новый номер қалдырдым. Міне Биохаяттың доставкасы тегін кез келген қалаға. Міне осы именно скрин жасап алыңыздар коллагенді. Кім сұрады? Все, мен тойға кетіп бара жатырмын. Қайырлы күн, қалайсыздар? Амансыздар ма? Исаевтан сөйлеп тұрмыз. Бүгін Исаевқа келе жатырмыз. Жерге, участокқа. Өздеріңіз білесіздер, қазір бізде стойка жүріп жатқанын. Бүгін анам келе жатыр өзінің үйіне. Үйін бірінші рет көрейін деп жатыр біткен күйінде. Қалай мама? Жақсы. Көңіл күй жақсы ма? Жақсы. Құдай қаласа енді осы жаққа тұрасыздар енді. Құдай бұйыртса, иә сол. Біз азғана жұмыстар қалды енді. Азғана болғанда сырттың азғана жұмысы, ал енді ішкі жұмыстар деген әлі біраз жұмыс бар. Бүгін енді неге келе жатырмыз десеңіздер, бүгін құрбандық шаламыз. Алла қаласа құрбандық шалып, қан шығарып қою керек кішкене. Енді қазақтың дәстүрі ғой, салты. Содан аттамай кішкене үйге келіп бір қан шығарып, мал сойып, осы жердегі жұмысшыларға қуырдақ жасап беріп, сол етінің барлығын сол жұмысшы жігіттерге таратып берейін деп жатырмын. Сол достар. Бізде әйтеуір сол құрбандық шалудан қалыс қалмайық дедік. Как раз сол құрбанның айтпен сәйкес келіп тұрған кезде Раббым өз қосып бастаған үйіміздің аман-есен бітіп, Аллахым төрт көзімізді көріп қоныстануымызды нәсіп еткейсің. Аллахым бастаған әр ісімізге береке бергейсің. Ризық нәсібімізді арттырғайсың. Аллахым қол жайып отырған құлдарыңның дұғалық тілектерін қабыл еткейсің. Аллахым әр адамның жүрегіндегі арманның орындалуына өзің Аллахым жәрдем бергейсің. Өзіңізді қорғап, қоршап, қолдап, жебеп бергейсің. Аллахым тіл көзден, тілденің тілінен көздің көзін сақтағайсың. Аллахым Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Ал қойымызды сойып қойдық уже. Тоқай досым, универсал ғой мен, айналайын досым. Қарасаңыздаршы, бұл қойда соя береді. Жігіт деген 8 қырлы бір сырлы болу керек қой, досым, дұрыс па? Айтшы айналайын. Бері бір қарап қойсақ кішкене мүбәрак жүзін көрсетіп. Түнімен ішкен болады, көздеген ісіп кеткен, қарасаңыздаршы. Құрбандыққа қой сойып жатыр пахмелмен. Ойнап айтым, ішпейді бұл, өзім сияқты. Мен ішпеймін ба, достарым да ішпейді менің, өзім сияқты жігіттер олардың бәрі. Я Құдай қаласа міне құрбандықты уже бастап шалып қойымызды бауыздап қойдық уже. Сұлтан отырмын, сұлтан да түнімен ішкен, міне көрдіңіздер ме? Әне түрді қарасаңыздар, көз ісіп кеткен. Яқта Ереке. Ассалаумағалейкум Ереке. Қалайсың жаным, жағдай жақсы ма? Ерекең өзі салған топкасында қойды лейін деп жатыр. Яқта шешем отыр, үйінде рахаттанып. Панамаңыз жарас кетті ғой мама. Мен оқырмандарыма сәлем деп қойсаңшы. Сіздің үйіңізді күніге көріп, сіз үшін қуанып жүр бәрі. Мамаңызды тезірек қоныстандырыңыз осы үйге деп. Құдай қаласа осы үйде өстіп отырасыз кейін. Біткен кезде, иншалла. Құдай қаласа достар, аз қалды бұйыртса. Осы үйімізді аман-есен бітіріп алайық деп ниеттеніп, бүгін өзіміз құрбандық шалдық. Құрбандығымыз қабыл болсын. Алла қаласа әлі алда істейтін жұмыс көп. Сол жұмыстарымызды аман-есен бітіруімізге, сол жұмыстардың тиянақты бітуіне Алла тағала
жәрдем берсін, бізге күш қуат берсін, ризығымызды арттыра берсін. Осы мамамның үйі біту үшін тойларыңызды беріңіздер енді. Сөйтіп көмектесіңіздер маған, мен тойларыңызды басқарайын. Сөйтіп сол ақшаға осы анамыздың үйі бітеді Құдай қаласа. Так что хабарласыңыздар, конечно, тойларыңызды от қыламыз, біз жайдан жай басқармаймыз. Сол міне үйіміз. қоңыр түсте біріншіде бір тақсың ба қалай тақып көрмейсің, мен деген бұндай нәрсені обязательно рисковать етіп не істеймін ғой. Бізде осындай раствор бар, бензин контейнері и осындай алатындар бар. Тақсың ба? Бүгін арқан туған күнде типа болып шығамыз. Қыздар, жігіттердің баратқандар деп нөре бар. Мысақ, вообще білінбейді бар жоқ. Просто көзіңді барынша ашасың. Жоқ, бүйтіп қолыңмен бүйтіп тұрасың ше. Сол жайым. А? Әлібек ерко бәріне сыпырым ғой. Никто не вообще стоит. Не страшно. Қорқасың ба? Ойбай. Бүйтіп ашсаң, кірпігіңді ұстады бүйтіп. И былай аш, төбеге қарасың. Төбеге қараған, мен бүйтіп отырсам мен саламаймын. Төбеге қарау керек бүйтіп, полный. Я сөйт та, айна қарамаймын ғой, полный кірпігімді ұстап тұрам. Вообще, бүйтіп тұрсың. Тұрсың. Кірпіксіз істеу керек етмеймін. Жұмып тұрсың. Төбеге қараш, маған емес, бүйтіп қараш. Мен өзім реттеп аламын. Аха. Жоғары қарап тұрш. Таппайды ғой олар ба? Жұмықты көзім. Қайырлы күн, баршаңызға қалайсыздар? Бүгін Алматыда жаңбыр әбден құйып жауды, сонымен енді бұлттар кетіп күшті ауа райы ашылып тұр. Біздер жаңалық кеше Арукан туған күнін күшті өткізіп алдық, Аллаға шүкір, тамақтанып, киноға барып, өзіміздің семейный вайбта. И бүгін енді сіздерге бір оқырмандарыма, мені оқитын, қарайтын жандарға бір жаңалықпен шығып тұрмын. Естеріңізде болса, негізі по идее алдынан бері айтып жүрмін интрига ұстап, бір жаңалығым бар деп. Алдында еще опрос қойғам, мен өзімнің кәсібімді ашып жатсам, қолдайсыздар ма деп. Содан көп адам жазған еді, қолдаймыз, бұйырса Зарикош, айт, біз на старте тұрмыз деген сияқты. Көп рахмет қолдауларыңызға. Енді қазір мен сіздерге соңғы рет жарнамаға сіздерге жеңілдік ұсынайын деп тұрмын. Бұдан кейін себебі бүкіл фокус өзімнің жұмысыма, өзіміздің кәсіпке ғана болады бұйырса. Сол жағына кететіндіктен қазір мен соңғы рет сіздерге жарнамаға жеңілдік ұсынайын деп тұрмын. Өте шектеулі адамды ғана аламын. Соңғы рет сіздердің жұмыстарыңызға, кәсіптеріңізге, блогтарыңызға сіздерге рекомендация ұсынып, жарнама ала аламын. Қазір мен өзімнің тексерілген түрде өзімнің оқырмандарыма ұсына аламын. Сондықтан қазір төменде сілтеме қалдырып кетемін, WhatsApp-тан жазып, полностью сол жерде ақылдасып, бағасын барлығын сол жерде айтатын боламыз.